Қазір Барселона дәл сондай шешуші кезеңде тұр. Биылғы жазда қабылданатын шешімдер команданың шабуыл шебін алдағы бірнеше маусымға түбегейлі өзгертуі мүмкін. Марк Касадо клубта қалып, негізгі құрам үшін күрескісі келеді. Рафиня да кетуге ниетті емес, дегенмен оған Сауд Арабиясының клубтары қызығушылық танытуды жалғастыруда. Ал дәл осы уақытта Пари Сен-Жермен Ферран Торресті өз қатарына қосу үшін нақты қадамдарға көшті. Егер бұл трансфер жүзеге асса, Барселона қомақты қаржыға ғана емес, трансфер нарығында әлдеқайда еркін әрекет ету мүмкіндігіне де ие болады. Сонымен қатар каталониялық клуб жастарды да назардан тыс қалдырмай, болашағынан зор үміт күттіретін таланттарды бақылауда ұстап отыр. Ал егер Хулиан Альваресті сатып алу тағы да тығырыққа тірелсе, қосалқы жоспарлар да дайын тұр. Сондықтан бүгінгі видеода жай ғана қауесеттерді емес, Барселонаның өз болашағын қалай қалыптастырып жатқанын талқылаймыз. Ендеше, достар, ыңғайланып отырыңыздар. Бастайық. Соңғы күндері Барселонадан кетуі мүмкін футболшылар туралы әңгіме көбейіп кетті. Соның ішінде екі маңызды ойыншы өз ұстанымдарын ашық білдірді. Алғашқысы Марк Касадо. Өткен аптада оның клубтан кетуі мүмкін екені жиі айтылды. Тіпті Сауд Арабиясына ауысуы мүмкін деген ақпараттар да тарады. Мұның себебі түсінікті. Өткен маусымда жартылай қорғаушының ойын уақыты азайды. Ал Барселонаның жартылай қорғанысындағы бәсекелестік өте жоғары. Алайда Касадоның өзі ешқайда кетуге асықпайды. Ол өзінің басты арманы әрқашан Барселонаның негізгі командасында ойнау болғанын айтты. Оның сөзінше, клуб пен бас бапкер Ханс Дитер Флик өзіне сенім артқан жағдайда, ол негізгі құрамдағы орын үшін соңына дейін күресуге дайын. Касадо бапкермен сөйлесіп, барлық мәселені ашық талқылағанын жеткізді. Енді көп нәрсе маусым алдындағы дайындыққа байланысты болады. Дәл сол кезеңде оның жаңа маусымдағы рөлі анықталады. Футболшы өткен маусымның өзі үшін оңай болмағанын да жасырмады. Себебі ешбір ойыншы алаңға аз шығуды қаламайды. Соған қарамастан, ол әрдайым команда үшін бар күшін салғанын айтты. Ең маңыздысы, Касадо үшін Барселона ерекше клуб. Егер басқа команда туралы сөз болғанда, бәлкім ол жаңа ұсыныстарды ойланбастан қарастырар еді. Бірақ Барселона мәселесінде бәрі басқаша. Бұл оның бала күнгі арманы және ең басты таңдауы. Сондай-ақ Касадо жаз мезгілінде тарайтын түрлі қауесеттерге мән бергісі келмейтінін айтты. Ол алдымен маусым алдындағы дайындық басталғаннан кейін бапкермен, клуб басшыларымен және агентімен сөйлесіп, содан кейін ғана нақты шешім қабылдайды. Оның ұстанымы өте қарапайым. Егер клуб пен Ханс Дитер Флик өзіне сенім білдірсе, ол Барселонада қалып, өз орнын дәлелдеуге дайын. Екінші маңызды тақырып, Рафиня. Сауд Арабиясының Әл-Хиляль клубы бразилиялық ойыншыны сатып алуға әлі де қызығушылық танытып отыр. Белгілі инсайдер Фабрицио Романоның мәліметінше, клуб Рафиняны көндіру үшін барлық мүмкіндікті қарастыруда. Алайда футболшының ұстанымы өзгерген жоқ. Рафиня толықтай Барселонаға көңіл бөліп отыр, және бұл жазда клубтан кетуді жоспарламайды. Қазір ол барлық назарын жарақатынан толық айығуға және жаңа маусымға дайындыққа аударған, ал Барселона басшылығы да сабыр сақтап отыр. Клубқа ойыншыдан немесе оның агенттерінен кеткісі келетіні туралы ешқандай белгі түскен жоқ. Ханс Дитер Флик Рафиняны шабуылдағы негізгі көшбасшылардың бірі ретінде көреді. Ол үшін бразилиялықтың тек шабуылдағы креативі ғана емес, киім ауыстыратын бөлмедегі беделі мен командаға әсері де өте маңызды. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Марк Касадо клубта қалуы керек пе? Ал Рафиняның шешімі дұрыс деп ойлайсыздар ма? Өз пікірлеріңізді міндетті түрде пікір бөлімінде жазыңыздар. Егер видео ұнап жатса, лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Енді Барселонаның шабуыл шебіндегі жағдайды түбегейлі өзгертуі мүмкін. Тағы бір маңызды тақырыпқа тоқталайық. Әңгіме Ферран Торрес туралы. Соңғы уақытқа дейін оның есімі клубтан кетуі мүмкін ойыншылардың қатарында көп атала бермейтін. Барлығы көбіне Касадо, Араухо немесе Рафиня жайлы сөз қозғап жүрді. Бірақ қазір жағдай өзгеріп келеді. Өйткені Ферран Торреске Францияның алпауыты Пари Сен-Жермен нақты қызығушылық танытып отыр. Испаниялық басылымдардың мәліметінше, PSG тек бақылап қана отырған жоқ. Клуб футболшының өкілдерімен келіссөздерді бастап кеткен. Тіпті екі тараптың арасында жақсы түсіністік қалыптасқан. Ал италиялық журналист Джанлука Ди Марционың хабарлауынша, Ферран Торрес жеке келісімнің негізгі шарттарына келісім берген.
Енді басты мәселе екі клубтың трансфер құны бойынша ортақ мәмілеге келуі. Бұл Барселона үшін өте маңызды жағдай. Ферранның қазіргі келісім шарты 2027 жылға дейін жарамды. Бұған дейін клуб оны ұзартуды да жоспарлаған болатын. Өткен маусымда ол командаға көп пайдасын тигізді, бірнеше маңызды гол соқты және шабуылда қосымша мүмкіндік сыйлады. Алайда ол ешқашан негізгі құрамның тұрақты ойыншысына айнала алмады. Себебі шабуылдағы басты үшті көбіне Ламин Ямаль, Роберт Левандовски және Рафиньядан құралды. Ал егер клуб жаңа шабуылшыларды сатып алса, Ферранның ойын уақыты бұдан да азаюы мүмкін. Сондықтан оның сатылуы қазір бұрынғыдай мүмкін емес нәрсе болып көрінбейді. Біз үшін де бұл трансфердің маңызы зор. Бас бапкер Луис Энрике Ферран Торресті Испания құрамасынан жақсы таниды және оған әрдайым сенім артқан. Сондықтан ол енді ойыншыны Парижде қайтадан өз командасында көргісі келеді. Ферранның өзі де болашағы туралы нақты жауап берген жоқ. Ол қазіргі таңда бар назарын ойынға аударғанын айтып, трансферлік қауесеттерге пікір білдіруден бас тартты. Ал Барселона бұл жағдайды мұқият бақылауда ұстап отыр. Егер ұсынылатын қаржы клубтың талаптарына сай болса, каталондықтар келіссөз жүргізуге дайын. Себебі клубқа жаңа трансферлерді тіркеу үшін қаржылық мүмкіндік қажет. Ферран Торрестің сатылуы клуб бюджетіне айтарлықтай табыс әкеліп, басқа маңызды ойыншыларды сатып алуға жол ашуы мүмкін. Сонымен қатар Барселона тек қазіргі құрамды ғана емес, болашақты да ойлап отыр. Клуб бельгиялық Брюгге командасында өнер көрсететін 18 жастағы талантты ойыншыға қызығушылық танытуда. Каталониялықтардың алғашқы ұсынысы қабылданбағанымен, келіссөздер әлі де жалғасуда. Бұл футболшының келісім шартына небәрі 1 жыл қалғандықтан Брюгге оны осы жазда сатуға мәжбүр болуы мүмкін. Барселона оны болашақ жоба ретінде қарастырып отыр. Қазірден бастап клуб жүйесіне бейімдеп, бірнеше жылдан кейін негізгі командаға қосу жоспары бар. Ал егер Хулиан Альваресті сатып алу тағы да жүзеге аспай қалса, каталондықтардың қосалқы жоспары да дайын. Сол баламалардың бірі жас шабуылшы Эли Жуниор Крупи. Оның агенті жақын күндері ойыншының болашағына қатысты нақты шешім қабылданатынын айтты. Дегенмен Барселонаның басты мақсаты өзгерген жоқ. Клубтың ең негізгі арманы дәл Хулиан Альваресті қатарға қосу. Алдағы апталарда бұл бағыттағы келіссөздердің қайта жандануы әбден мүмкін. Ал сіз қалай ойлайсыз? Қазіргі таңда Барселона үшін ең дұрыс шешім қайсы? Ферран Торресті сақтап қалу ма? Әлде оны сатып, жаңа жұлдыздарға қаржы жинау ма? Касадоға тағы бір мүмкіндік беру керек пе? Әлде барлық күшті жаңа орталық шабуылшыны сатып алуға жұмсаған дұрыс па? Пікіріңізді міндетті түрде төмендегі комментарийге жазыңыз. Егер видео ұнаса, лайк басып, арнамызға жазылыңыз және қоңырау белгісін қосуды ұмытпаңыз. Сонда сіз Барселона туралы ең маңызды әрі ең соңғы жаңалықтарды бірінші болып көретін боласыз.